2 күнде қап-қара болдым. Есесіне мында халал емес деп уайымдамайсың, барлығы халал. Орыстар өте көп. Әр жерде, анда-мында барлық жерде тек қана орыстар. Мәссаған түсініп қоймасын ұятпалар. Сол. Мен түскі асқа кеттім, одан кейін сафари. Өмірде бардак. Халед Хосейнидің кітаптары жайлы Ауғанстан туралы айтылған еді. «Бегущий за ветром», «Тысяча сияющих солнц». Сондай күшті кітаптар мен студенттік шағымда оқығанмын. Өте күшті оқысаңыздар болады, ұнайды. Мен сіздермен жаңалығымды бөліспекпін ғой. Лайк басып, комментария жазу арқылы, бөлісу арқылы өзіміздің табыстап жүрген платформа енді неғұрлым жеңілдеді. Сілтеме бойынша өтсеңіздер, сол жақтан көріп үйренсеңіздер болады. Өздеріңіздің бос уақыттарыңызды осы бір әлеуметтік желі арқылы мегабайттарыңызды құртпаңыздар босқа, тиімді пайдаланыңыздар дегім келеді. Өздеріңіз еңбектеріңіз арқылы жемісін көріңіздер. Және де маған түрлі нәрсе жазбай қойсаңыздар, только айналысқысы келетін жандар өтіңіздер. Қайырлы түн. Концерттен енді шықтым. Сөйт мүлдем ұстағаным жоқ, ештеңе саламадым. Барлығын түсіріп алдым, енді бірақ қазір салам. Қолымнан қараңыздар. Өмірімде бірінші селфи елдерін болмай қалды. Үйге келдім. Менде енді эмоцияны айтып жеткізе алмаймын. Күлдім де, жыладым да. Дұрыс емес жерден орнап қойдым, оған да бір жылап алдым. Мен негізі ойлағам, бір ай бұрын билет алсам да орындар өте аз болды. Ортаңғы қатардан арт жағында болды. Мен арттан қарағанда одан да жақынырақ көрейін деп алдынан алғам, бірақ жанына қарай қойыппын да, маған дұрыс көрінген жоқ. Мен көзімді дұрыс онша көрмейді ғой, сол мен ана экранға ғана қарап көріп отырдым. Енді бірақ мен ойлайтын, ондай оркестрлармен, ондай музыкалармен тыңдай алмаймын, ондай болмайды деп, бірақ енді қалмай баратын боламын, шын айтам, өте керемет. Адамдар айтады, күшті деп ше, сол кезде сенбейтін, көзбен көру керек екен, көзбен көргеннен кейін кәдімгідей демалып қайттым. Менде видео көп, телефонның памятын бәрін тазалап барған тұғым, осы жақта видео түсіру үшін. Инстаграмның барлығын сіздерге салып, миларыңызға аштым кеп отқан жоқ. Көргісі келетін адам телеграмға сап қойдым, көре берсін. Мен бір сыйлық алғам өмірімде бірінші рет. Бере алмадым, білмеймін, ұяламын ондайдан. Бір уақыт бөліп, бұрын басқа қалада суретке етеді ғой, ондай болған жоқ. Болса беретін едім, бірақ бетті. Жеттік ау. Жем, ақша табу керек енді. Енді менің миым жемей, мені таныс қой, ерекең. Сізді көргенде қуаныштым, сізді бизнесмен дейді ғой. Енді жалпы Ержан айтып жатыр да, магазинді қалай ашты, не істеді, ақша қайдан тапты, негізі қиын ғой. Бәрінде сұрақ көбісінде сондай сұрақ болады. Бірақ басында қалай ашу ойыңызда болды ма, ойландыңыз ба, или сразу ашып кеттіңіз ба? Тәуекел деген сияқты. Енді любой адам бизнесмен болғысы келеді ғой, бірақ түбі барлығы ақшаға тіреледі ғой. Негізінде барлығы ақша. Бір зарплатамен бәрін жеткізіп кету, бәрін ашу, бұндай бәрін алу мүмкін емес ол. Сол жақтарды біраз ойланды, қолғанды, ақша таптық, сөйтіп аштық. Біз негізі біраз ойландық та, бірақ демде ашша, тезсіз ашша. Рисковать ету керек та, просто ол үшін еңбек ету керек. Еңбек ету үшін